Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін Шымкент қаласында Олимпия деген залға келіп қалдық. Өзіміздің легендарный братан Жанали Хасанов братамыздың залына келіп қалдық. Қазір балалармен қол күрес видео түсіріп қой. Қол күрес видео, интервью алып, құдай қаласа чемпиондар бәрі болашақта. Жанали Хасанов братанымыз осы кісінің арқасында осы Шымкенттің жігіттерінің бәрі қол күрес дамып, өзімізге де үйренгеніміз көп. Осы братанға мен негізі өзім бір қызығушылықпен, баяғыда как Арнольд Шварценеггер сияқты қарайтынмын өзімше, бір өте уровень жоғарыдағы. Осы сізге бір таныстыра кетейік. Әлем кубогының 5 дүркін чемпионы, Азияның 17 дүркін чемпионы, Қазақстанның абсолюттік чемпионы Жанали Хасанов. Қалайсыз, өзіңіз дайындықтарыңыз? Жақсы, шүкір Аллаға, аман есен, бәрі жақсы. Сізді көріп тұрғаныма қуаныштымын тағы да. Сізге көптен бері өзімнің көкейімде жүрген бір сұрақ бар еді. Кел, айтыңыз, жауап берейік. Жасыңыз почти 40-қа келді. Почти 40-қа келді. Бірақ мойындамаймыз. Бірақ 30-да сезінен жарсыз. Мойындамаймыз. Осы көпшілік мен өзімнің көкейімде жүрген сұрақ. Сіз осынша жылдан бері еңбек етіп 20 жылдан асты. Қайдан мотивация аласыз осыған? Енді Жәнібек, бұл қол күрес деген нәрсе өзі. Қол күресте жүрген, қол күреске еңбегі сіңген, спортпен айналысып жаңағыдай тер төгіп жүрген жігіттер түсінеді өзі. Қол күрес деген нәрсе орысша айтқанда бір секта. Бұл қол күреске келген адам қол күрестен қайтып шыға алмайды. Қанша қиыншылық болса да, қанша жағдай тура келмей бір проблемалары болып, жұмыс жағы жүрмей тұрып, немесе бір проблема көбейіп жаңағы үй жағдаймен, қаражат жағдаймен қиыншылық болса да, бұл қол күрес тастай алмайсың. Бұл қол күрес, жаңағы орысша айттым ғой, секта сияқты бір зат, кіресіңіз, қайттан обратқа жоқ. Бұл қол күрестің олимпийский вид спорта емес деп көп жерде көп адамдар жаңағы көкейін көтере бермейді. Қол күрес қой, бұл ондай емес қой деп. Бірақ қол күресе алатын адам бар, күресе алмайтын адам бар. Көзбен қарағанда, бір қарағанда қол күрес оңай сияқты. Шынында келгенде столға келіп қол күрескен адам түсінеді. Қанша еңбек жағы? Еңбекті енді айта берсек, өзің білесің, бағана айтып, қанша дүркін чемпионды бәрін айтып бердің, оның бәрі жылда болатын нәрсе, жылдармен келетін, уақытпен келетін. Аллаға шүкір, білесің, біздің өзіміздің алысқа бармай Шардара, мысалы, өзіміздің Шымкент, Түркістан облысы, бір ауылда қанша чемпион бар. Білесің, бәрі Арман ағаның арқасы. Ол кісімен білесің, біз чемпионат Мераға да бардық, қанша әлем чемпионатына бардық, қанша жарыстарға бірге бардық. Сол кісінің арқасында былайша айтқан кезде жанып тұрған қол күрес, сол кісі алып келіп, сол кісі танытты былайша айтқанда. Мен өзім бокстан шыққан тумамын. Қол күресті келіп, жаңағыдай жарысқа қатысып, ұтылып, сонымен қалай болды бұл нәрсе деп, қол күреске қалай кіріп кеткенін өзім білмеймін. Айтсам, Бекзат Саттархановтың атында интернат бокстан берген өзім. Бұл қол күрес сондай нәрсе. Қол күреске бір келген адам қайттан шықпайды. Бұның қаражаты керек емес қол күрестің. Басқа спорт сияқты қаражат көп сұрамайды. Келесің, еңбек төгесің, болды. Не дейді анау, мақал бар ғой. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіренбей. Любой нәрсенің ақырында жақсысы бар. Тек қана еңбек ету керек. Бұл мазалап жатқан сұрағың мынандай сенің, Жәнібек. Сен айтып жатқаның, анаға түсіндіріп жеткізе алмай жатсың ғой. Сен бір мотивация болмаса, мен келіп істей алмаймын деп жатсың ғой. Маған мотивация, мысалы, проблема, жаңағы бір күйзеліс, бірдеңке болып жатса, мен залға келіп, соның бәрін естен шығарамын. Меніңкі сол. Маған осы зал күш-қуат береді. Мен бұл қол күреспен бір істеп, жаңағыдай бұның бір не дейді, миллиондап ақшасын табу ондай ниет емес. Халық танысын, елімізді түсінсін, бәрі білсін, бізде Қазақстанда мықты жігіттер бар екенін, Қазақстан бір Шардараның өзі бүкіл әлемге қарсы шығатынын мысалы көрсетіп жатыр. Бұның бәрі еңбектің арқасы. Әуелі Алла, конечно. Одан кейін білесің, ағалардың арқасы, одан кейін еңбектің арқасы. Рахмет, осылай бізге Қазақстанның командаларын мықты қылып жүрген барша тренерлерге, федерацияға рахмет. Барша бәріне мықты, бәріне рахмет. Солардың арқасында біз осындай жігіттермен танысып, араласып, достасып, спорт барлығымыз біріктіріп жатыр. Националистқа да қарамай, басқа да қарамай, әйтеуір аға іні болып, рахмет сіздерге, осындай біздерге қолдау беріп, күш-қуат беріп жатқандарыңызға. Бүгін онда Жанали ағамыз алдында дайындаламыз, қол күрес болады. Коммент жазып, лайк басып,
келесі қай командамен кімдермен видео түсіргеніміз қалайсыздар, жазып қойыңыздар обязательно. Все, Армспорт алға. Давай, дамы беріңдер. Рахмет сіздерге. Кейсін қазір, кейсін бадыр. Мен жаң бітті ғады қоймын. Міне. Көресіңдер. Естіше? Бұл қолдағы көрсет бұл. Сен жауап қойып отырсың ба? Жоқ, мен қалай қолым жоқ. Бес сағат тұрмын? Сен бес сағат тұрсың ғой? Я выполнила максимальное количество проплат. Соғып жүрсек соғып отырамын. Соғып қайсы қыдырып. Olma, orada. Merhaba. Yaklaş. Hoppa.
Ағайындар, құдай қаласа Нұрекең осы биыл Молдоваға әлем чемпионатына кетіп бара жатыр. 100 килограмм салмақта 50 жастан жоғарылардың арасында өзі Азия чемпионы және МВД-ның арасында әлем чемпионы. Нұреке, дайындығыңыз қалай сіздің әлем чемпионатына? Ассалаумағалейкум. Дайындық Алла қаласа жақсы, шүкір тобы. Енді бар күшімізді, бәрін тамызды салып жатырмыз. Алла қаласа сол жүлделі орындарда боламыз ба деп үміттеміз. Дайындық жақсы. Дайындық ойдағыдай 100%-лық дайындықпен кетіп тұрсыз? 100% дайынбыз, Құдай қаласа. Екі қолдан да күресесіз ғой? Екі қолда да, Екі қолға да лицензияны ұттым. Азияда бірінші орын алдым. Қазақстаннан бірді алдым. Қазақстанда бірді алдым. Енді Құдай қаласа осы әлемді бағындырсақ па деп отырмыз. Құдай қаласа. Сәттілік. Сіздің жаттықтырушыңыз? Жаттықтырушым Жаналы бауырым, Хасанов Жаналы бауырым. Өзіңіз осы спортқа қанша жаста келдіңіз, қашан келдіңіз? Бұл спортқа енді біріншіден бірден бір себеппен болған осы Жаналы бауырым. 2014-2013 жылдары. Сонда 40 жастан өтіп келдіңіз ғой? 40 жасқа толмай келдім, 38-39 жасында келдім. Содан темір, енді тренажер көтеріп, темір көтеріп жүрдік ары. Сосын Жаналы залда бірге тренировка жасаймыз, қараймын. Өзі кәдімгідей ат үстінде терлеп көкпар тартып жүрген таза форма кезінде Жаналы. Әлемді бағындырып, Азияны бағындырып жүрген кездер қызығатын. Бір күні өзіміз айтыр, кездесіп, күнделіктен амандасамыз, сәлеміміз түзу. Сосын күндердің күнінде айтыр жолық. Сосын сіз не қыласыз? Қол күреске дайындайықта 40 жасқа келеді екенсіз келесі жылы. Осының көрейік ыңғайлы деп. Қол ұстасып, қолымды көрді, былай жаттығуларды көрсетіп, өзім қызықтым бір шетінен. Мотивация, осы жаңа мотивация дегеннен шығар, мотиватор болды Жаналы. Содан басталып кетті ғой. Ал ағайындар, сіздерге бірден бір пример. Көбісі қанша жаста бастағаны дұрыс дейді. Нұрекең 38 жаста келіп, 40 жасында әлем чемпионы болды. Кез келген жаста бастап әлем чемпионы болуға болады. Самый главный, жақсы тренировкамен, мотивациямен, упорно дайындалса, кез келген чемпион мира болады. Және де жақсы тренермен бастаңыздар, самоучкамен емес. Мықты тренермен жасасаңыздар, 2 жыл 3 жылдың ішінде чемпион мира боласыздар. Ал Нұреке, сізге сәттілік, Құдай қаласа, Молдовадан алтын медаль әкеп, бәріміз бір дастархан басында соны жуайық. Аумин. Жақсы, қолдарыңыз салмасын. Бізге де әлем чемпион болып бұйыра берсін енді. Аумин, рахмет. Айтқаныңыз Жақсы Нұреке. Қолдарың болсын. Рахмет.
Білегі прогресс айналысатын сияқтымын ғой. Білектері қатты. Қорғасын қатты ойнаймын ғой. Сендер қай жылғысыңдар? Мен 2001-мін. Сонда 25-ке келдіңдер ма? 25-ке келдіңдер ма? Ой, 99 деп түсініп тұрмын ғой. Ой, бөс, сол шашақ болып. Златан бисерсмен түрік күресетін. Үстіне қарай көтір, үстіне қарай. Ат денені сындырмай. Өтпеді. Мощный. Ал. Мықтысыңдар еңге. Ойбай. Күйеуің ғой. Mesela köşede gidip жүрмейсің ғой? Жанып кіресің. Сәл ғана емес, тигізбе.